Босфор бұғазына келдім. Кемелердің түрін қараңыз. Мына жерде тоқмақ, қолмақшы сарай орналасқан. Қолмақшы қойып. Босфорға кемемен тот. $4 тұрады. Қазіргі курс бойынша. Кемемен осылай алып кетеді. Balustrades, enamel antiques, Bohemian crystals, it is among one of the most visited museums. Түркияның шенеуніктерінің жарнама баннерлерін көріп қалдым. Кітапхананы да аралап шықтым. Әрі қарай автобуспен Стамбулдың Еуропа бөлігіне жол тарттық. Автобусқа отыру билет құны 20 лира. Бұл Стамбулдың бөлі европейский жағы. Үлкен елдер біздің Астана сияқты. Алдыңғы бөлімдегідей айтып өткендей, түріктер Ататүріктің 100 жылдығын әлі тойлауда. Мен мұнда Стамбулдағы ең үлкен ғимараттардың бірі Шапхириге, яғни Смотровая площадьқа кіру үшін келдім. Кіру билеті 455 лира. Бұл дегеніміз 6500 теңге. Смотровая площадь 50-ші этажда екен.
Istanbul şartları doğal мәлімет. Shapiro 160 квадрат метр. Ұзындығы 236 метр болады екен. Ең биік здание туралы мәліметтер бұнда ағылшынша жазылған. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай бұл қалаға ары қарай Эйфель башня 276, одан кейін Эмпер Нью-Йоркта, одан кейін Шанхай, ең соңында Абу-Даби Бурж Халифа ұзындығы 452. Мұнда осындай керемет мүсіндерді алуға болады. Стамбулдың суреттермен бейнеленген. Қандай керемет, іші осындай. Мына жағынан көрейік. Бұл жағынан да көрінісі әдемі екен. Қандай керемет көрініс. Оф, бұл дейтін ана мост қой. Ну, вообще бұл үйлер. Ана жақта вообще Галат көшесі. Қандай үлкен қала, сол жағында не бар? Мына жағында остров бар. Там вообще екі жағында не орналасқан екі арал. Юкада өсір керемейді. Көріп тұрғандарыңызда ана жерде мост бар. Менің отелім ана жақта. Софияның үстін көріп тұрсаңыз. Қарын ашқасын осы жерден тамақтанып алдым. 230 лираға шықты. Кешкісін уже отельге де келіп қалдым. Менің отелім сол жағымдағы. Келесі бөлімде кездескенше аман сау болайық. Осымен 3-ші бөлім аяқталды. Орекеңдердің жүрмейтін жері жоқ.